Жапондықтардың өте қатыгез ойыны, алдарыңда 6 ниндзя. Бұлардың міндеті жоғары қарай баспалдақпен шығып сырғанақ сабын суға қарамай сыйлыққа қол жеткізу. Бірден бізге қызылды көрсетуде, осы жігіт фаворит деп, оның формасы Человек-пауыққа ұқсайды. Ол Нарутоның нюджитсу техникасын пайдаланып жел мен сарыны итеріп жіберді. Қызылдың артында тоңқайған 4 қатысушы. Олар сарыға қарап қойып, біз бұл техникаға енді түспейміз деп ақырындап жайлап қызылдың артынан шығып бара жатыр. Ал жасылға қараңыздаршы, қандай жүріс, қандай техника. Мына жерде адамдар оған таң қалуда. Жасыл тайып кетіп сарыны құлатты. Сарының артынан Марковный. Қараңыздар, қызыл ұшып барып Марковныйдың бетінен бір тепті. Түсінгеніміздей, бұл қызылдың басынан бастап ойлаған техникасы екен. Оны пайдаланған көк ақырындап шығып бара жатыр. Ал розовый болса, шетпен жүру, көтпен жүру техникасымен алдыда. Бізде жаңа фаворит, бізде розовый, оның артынан көк, оның артынан қызыл. Қайсы бірінші жеңіске жетеді екен? Үстіде бізде өте қымбат бағалы сыйлық. Көк ақырындап шыға бастады. Марковныйға қараңыздар, қандай жылдамдықпен барып соғылды. Қайтадан тұрды, жоқ тұрамады. Қызыл мен көк, қайсы? Розовый келіп Марковныйды тағы да бір құлатты. Жығылғанға жұдырық. Иә, бұл дұрыс техника. Жымиған түрлерді бізге көрсетуде. Мұнан қараңыздар, қызыл. Жасыл бақа техникасын дұрыстап қолдан алмаған екен. Бұл жағдайда қызыл қазір үстіге бара жатыр. Бұл бұның бірінші жеңісі болуы мүмкін. Алғашқы фавориттердің бірі қызыл. 2-3 баспалдақтан кейін ол сыйлыққа қол жеткізеді. Бірақ жағыңызда қараңыздар. Біреулер суды құйып жатыр, сабын суды. Қызыл шыдамады. Қараңыздар, көгодан қалай құтылды. Бірақ қызыл келіп жасыл мен сарыны құлатты. Оның артынан барлығы құлады. Көкте жігіттер мен сендермен біргемін деп артынан келіп Марковныйдың аяғына шалып түсірді. Жасыл бақа техникасын енді дұрыстап үйреніп келген екен. Нарутомен тренировка жасап ары қарай кетті. Бірақ қызылды қараңыздар, Человек-пауық көп кезінде ситха болған-ау, қолына жүн шығып кеткен. Бұндай сұйықтықтар оған ешқандай кедергі емес. Бірақ қараңыздар, оның техникасы тағы да 4 адамды құлатты. Көк, мәссаған, қандай стойкость көкте. Сары бұларға ренжіп қалған секілді. Сары бізде әкесінің үйінде жатқандай жатыр, оған тұр деп айтты, командаластары тұрды. Мұнан қараңыздар, 2 дәу көтен, розовый мен Марковный қол ұстасып бірге шығып, бірге түсіп жатқан. Бұлардың қайсысы жеңіске жету мүмкіндігі бар деп ойлайсыздар? Розовый да сияқты. Өйткені Марковный құлап кетіп, көкті өзімен бірге алып кетті. Қараңыздар, бізде алдыда 3-тік. Ең мықты 3-тіктер ол жасыл, қызыл және розовый. Оның артынан еріп келе жатқан бізде сары. Қызыл алдыға шықты. Жасыл деген жатып, қараңыздар, тырнақпен жабысып алған, ауызбен тістеп жатыр. Бірақ сонда да ол сырғанап кетіп жатыр. Қызыл итеріп жіберді. Жасыл бақа техникасын үйреніп келген Нарутомен бірге. Сол үшін ол берілмейді. Тырнақтың күшімен, татақтың ұшымен қолданса да ол әзірше 2-ші орында. Ал мұнаған қараңыздар, қызыл бізде алдыға шығып бара жатыр. 2-ші рет жасыл құлады. Сары керемет техниканы қолданды. Бірақ жасылды қараңыздар, ең соңына түсіп кетті. Қызыл болса ешқалай мойымай. Аздаған уақыттардан кейін ол чемпион болам деп басына сақтап алды. Бірақ та ол керемет техникамен барлығы бірақ құлатты. Барлығы астыда. Бірақ құрбақа техникасын білетін біздің жасыл бақамызға қараңыздар. Ол деген осы сәтті көп күткен-ау. Барлығын пайдаланып, бар күш-жігерін жинап, 1-ші орынға шықты. Қызыл. Қазір ғана құлап кеткен қызылды қараңыздар. Ол алдыға суырылып шығып, бақаны қуып жетті. Өйткені оның қолы Человек-пауықтың қолы. Жасыл тағы да баспалдаққа түспен жабыспақшы, тырнақпен тартылып жатыр. Бұл кезде қызыл оны қуып жетті. Қызылдың аяғынан қолынан дым қалмады. Бірақ қараңыздар, ол қабырғамен қайтадан итеріліп жоғарыға шықты. Ол пружина техникасын пайдаланды. Пружина техникасын Марковный мен жасыл пайдаланамай құлап түсті. Сары бұл кезде алдыға шығып кеткен. Оның артында фаворит сол баяғы қызыл, оның қасында көк жарысып келе жатыр. Мұнаны қараңыздар, сары керемет техника. Мен деген жеңіске жетем. Сендер ештеңеге татымайсыңдар дейді. Бұл жаңа фаворит, барлығы оған таң қалуда. 4 домалақ көтеншіктер тізіліп тұр. Оператор камераны арт жағынан көрсетуде. Енді үстінен қараңдар. Тоңқайып алған, білмем не істеп атқанын. Бұл жерде қабырғаға розовый мен Марковный ұрылып жатыр. Көк күші бітті. Көк күшім бітті, болды, мама, мен шыдамаймын дейді. Жоқ, мама, мен шыдаймын. Бұл не деген күш-жігер, бұл не деген батылдық. Анимені көріп тастаған. Сондықтан ол да канса Наруто секілді барады. Қызыл мен сары, қайсы жеңіске жетеді екен? Екеуінде де мүмкіндік бар. Сары да қалыспайды. Қызыл бізде фаворит. Алдыға шығуда қиғашынан кесіп, ар жақтағылар сабын суды төгіп жатыр. Бұлар құлап қалсын деп. Бірақ қызыл мойымайды. Қараңыздар, қызылда қандай күш-жігер. Қызыл аздаған уақыттардан кейін чемпион болады. Тек қана қолын созса болды. Сыйлық үстіде тұр. Қызыл, қолыңды соз. Бірақ қараңыздар, сары оны құшақтап алды. Ол оны ауынан өткізіп жібермекші, бағанағыдай техниканы пайдаланып. Бірақ қызыл құлап бара жатып, сарыны, көкті және Марковный, розовый барлығын алып кетті. Жасыл, бұны көрген жасыл тағы да бақақ техникасын пайдаланып алдыға шығуда.
біздің жүргізуші жындануда не үшін бұлай жасады сары деп бізде жасыл шығып кетті алдыға, артынан қызыл. Қазір ғана құлаған қызылды қараңыздар, ол құлаған адамға ұқсамайды. Ол қайтадан Человек-паук техникасын іске қосып, үстіге көтерілуде. Екі үлкен керемет техника, Бақа техникасы және Человек-паук техникасы. Қазір біз сіздермен анықтайтын боламыз. Мына жерде жанкүйерлері де бар екен. Қызыл жасыл, қайсы мықты? Біреу Бақа техникасы, біреу Человек-паук техникасы. Бірақ қызылда опыт көп, қызылда тәжірибе көп. Ол бұл биіктікке бірінші шығып тұрған жоқ. Не деген рифма дейсіңдер ғой. Қараңыздар, қызыл мен жасыл. Қызыл екінші рет. Болды, қызыл сен фаворитсің. Сен жеңіске лайықтысың. Жасылдың ешқандай мән берме. Қолыңды созда. Өзіңнің сыйлығыңды алғане. Бірақ қараңыздар, аяқтан ұстап алған секілді жасыл. Жасыл оның аяғынан алып битер жіберді. Қызыл сарының үстінен құлады. Ема, базар жоқ. Барлығы астыда, барлығы басынан. Қызылға обал, бірақ қызыл таймайды. Қызыл мойымайды. Өйткені ол жеңіске лайықты. Жасыл Бақа техникасын сол қолдануда. Розовый білмейміз. Розовый ойынан түсіп қалған, морковный ойынан түсіп қалған. Сары арасында қосылуда. Сары крыса, жасыл крыса, қызыл красавчик. Соңғы күш жігерімен қызыл қайтан көтерілуде жоқ, ол жасылдан өшін алды. Жасылдың аяғынан itер жіберді. Көк оған айтады: тұра ғой қызыл, тұра ғой, сен жеңіске лайықтысың. Сары кетіп бара тұрсты. Крыса сары ақырындап өзінің бұрынғы жеріне жетіп, қайтадан отырып, өзінің дұғасын оқып, ары қаратай жалғастырып кетті жолын. Морковный ма, розовый ма оның артынан еріп келеді. Жоқ, қызыл екен, Қызыл, айбай, қызыл күші жоқ, қызыл құлады. Қызылдың түріне қарайықшы, мәссаған. Ол өмірден түңіліп кеткен. Өмірі оны бірнеше рет ұрды. Ол үстіге, биіктікке 4-5 рет көтерілді, бірақ сонда да жеңіске жете алмады. Бұл не деген әділетсіздік? Сары қазір 5-6 баспалдақтан кейін жеңіске жетуге аз ғана қалды. Оның артынан жасыл Бақа техникасын мен қолданып, өздеріңіз білетіндей қуып келе жатыр. Қалай ойлайсыздар? Сары жеңеді ме, жоқ әлде жасыл жеңеді ме? Аздаған уақыттан кейін біз бұны сіздермен бірге білетін боламыз. Жасыл өзінің скорысын қосып, Минатаның 4-ші Хокагенің жылдамдығын қосты. Қараңыздар, не деген жылдамдық, ол сарыны озып кетті. Сары оған шок. Сары қарап қояды. Бірақ сары крыса екенін білесіздер. Ол оның қолынан ұстады да, сен жеңіске жетпесін деді. Соның өші ретінде ол сарының үстіне мініп сырғанауда. Қызыл секірді, бірақ сонда да қызыл жерге құлады. Бұны пайдаланған көп. Осыны күткен екен. Ол бағанан бері күш жігерін жинап, енді 5-6 баспалдақтан кейін қазір чемпион болады. Астында сары мен жасыл төбелесіп жатыр. Жасылды үрлеу техникасымен құлатты. Бұл уақытта көкті қараңыздар, тоңқайып алған, қолымен баспалдаққа жабысып алған. Аз ғана қалды. Бірақ қараңыздар, ар жақтан 2 адам шықты. 2 адам сабын суды өлтіріп қоюда, көкке жеңіске жетуге мұрша бермеуде. Сандықтың ішіндегі сертификатта не бар екен, бізге де қызық. Ішінде ақша бар ма, жоқ әлде құнды сыйлық бар ма? Қарайық. Көк бұған қол жеткізеді ме екен? Бірақ көк ұзақ тұрдың, сол себепті ол наказын. Ол жерге құлады. Аяқпен бетіне сары бір тепті. Ол барып қызылдың бетінен ұрды. Мына жерде жүргізушілер жыртылып жатыр. Оларға өте күлкілі, оларға қызық. Қараңыздар, уақыт болып қапты, жігіттер, уақыт болып қапты. Давайте тездетіңдер дейді. Бұны естіген көк қазір мен жеңіске жетем дейді. Сары, жасыл барлығы қайтадан баспалдақпен төбеге қарай жүруде. Жасыл қосымша сырғанау техникасын пайдалануда. Ол үстіге қарай мықты жүруде. Көк айтады: арамдық қой дейді. Бірақ оны келіп морковный аяғынан шалып кетеді. Ол енді аяғын бұрып алған, тұра алмайтын секілді. Бұны пайдаланған жасыл ешкім жоқ кезде ақырындап шығуда. Ар жақтан қараңыздар, сабын су құюда, бірақ жасыл оған мән бермейді. Ол өзінің жымбасқан қолдарымен жетті. Сертификатты алды, жеңімпаз бар бізде. Қызыл лайықты болса да бізде жасыл Бақа техникасымен жеңіске жетті. Өздеріңіз байқағаныңыздар, Человек-паук емес, Бақа техникасын қолданыңыздар. Сіздермен бірге болған Аттила, қош сау болыңыздар.